Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Президент жанындағы ұлттық ғылым академиясының Казсайенс подкастын бастаймыз. Сіздермен бірге Қанат Ерғожаұлы. Бүгінгі біздің қонағымыз жас ғалым, Сәтбаев университетінің ғылыми қызметкері Ислам Шолпан. Қош келдіңіз. Өзіңіз туралы таныстыра кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Шолпан. Сәтбаев университетінің жас ғалымы, ғылыми қызметкермін. Подкасттарыңызға, құрметтеп шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Осындай жастарды қызықтыратын, жастарға жалпы осы ғылым саласындағы маңызды жаңағыдай ақпараттарды айтатын бағдарлама ашылғанына өте қуаныштымын. Сол. Енді осы ғылымға қалай келдіңіз жалпы? Ғылымға енді келгенде ол бірден болған жоқ. Жалпы мен өзім химия саласында жұмыс жасаймын, жас ғалым, докторантпын. Химия саласынан мектеп кезінен. Енді мектепке жаңа 8-ші класста келеді ғой, сол кезден бастап өзімде қызығушылық болды. Сол кезде өзімнің берген ұстазым, негізі енді балаға, оқушыға негізі ұстаздан келеді ғой, жаңағыдай қызығушылық арттыратын барлығы. Сол сияқты сол ұстазынан келді. Химияға деген махаббатым деп айтсақ болады. Сол кезден бастап жақсы оқи бастадым. Өзіме қандай салаға баратынымды білдім сол кезден. Сосын жаңағыдай ұбт-ға дайындалып, сол мемлекеттік грант ұтып, Қаныш Иманталы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университетіне сол кезде түсіп, сол кезден бастап ғылымға деген жаңағыдай ерекше махаббатым ашылды. Керемет, Шолпан ханым. Енді қазіргі таңда сіз осы қандай химия саласындағы бір белгілі бір ғылыми бағытымен айналысасыз, және докторантурада оқисыз. Сіз өзіңіз осы химия саласында өз бағытыңыз туралы және шетелдік тағылымдамадан өттіңіз бе? Сол туралы айтып кетсеңіз. Жақсы. Мен шетелдік тағылымдамалар болды, стажировкалар, оның ішінде Қазақстан университеттерінде де болды. Яғни біліктілікті арттыру. Жалпы менің жұмыс жасайтын бірінші бағытымды айтатын болсам, ол мұнай химия саласы. Жаңағы мұнай отындары, яғни дизель, бензин отындарының құрамында күкірт азот қосылыстары болады. Яғни ол жанған кезде ауаға лас, яғни күкірт диоксиді, азот диоксидтерін шығарып, яғни сол шығарындары ауаға өзінің зиянын тигізетінді білесіздер ғой. Қазір Алматының да жаңағыдай көп көліктің салдарынан неше түрлі газға қатысты немесе шығарындыларға қатысты мәселелер туындап жатқан. Сол менің мақсатым, яғни белгілі бір еріткіштерді синтездеп алып, сол еріткіштердің көмегімен күкірт азот қосылыстарын тазалап алу. Бұл негізгі ғылым бағыты, әлемдік мәселе, әлем ғалымдарды оны зерттеу үстінде. Осыған орай мен осы тақырып бойынша оқу жылымның 2-ші курсында Францияның Нанси қаласындағы Лотарингия университетінің бір профессормен байланыс жасап, өзімнің тақырыбымды ұсынып, жаңағыдай конкурсқа қатыстым. Сол конкурс Erasmus бағдарламасы бойынша 1 жылдық грант тағылымдама ұтып алып, сол жақтан сол белгілі ғалыммен сондай сол бағытта жақсы үлкен жетістіктері бар ғалыммен жұмыс жасап, одан ары қарата сол жұмысымды 2-ші курстан бастап Қазақстанда Сәтбаев университетінде жалғастырдым. Енді Лотарингия университеті мұнай саласында үздік университеттердің бірі әлемдік бойынша. Соған түсіп, ол жерде қандай бір не алдыңыз, жаңағы қалай айтсам болады, өзіңіздің салаңызда білім алдыңыз, одан кейін сол жердегі жетекшіңізбен қазіргі таңда қандай бір коллаборация бар ма, жобалар жасап жатырсыздар ма? Әрине. Негізінен осында бірінші жылы мен өзімнің отандық жетекшіммен Сәтбаев университетінің жас, ол да енді ғалым, мен бірінші докторантымын, сол кісімен бірге жұмыс жасап, сол кісі бірінші түсіндіріп, маған жұмыстың барлығын 1 жылдың көлемінде біраз нәтиже алып, сол нәтижелеріммен бөлісіп, Франциядағы руководителім, жаңағы жетекшіммен солай жұмыс жасадық негізінен. Ал енді қазіргі таңда сол Франция жетекшіңізбен байланыс, әрине, біз ол кісімен бірге ғылыми мақалалар, білесіз, докторантурада оқу барысында міндетті түрде біз өзіміздің ғылыми жұмысымыздың маңыздылығын дәлелдеу мақсатында әлемдік жаңағыдай
жарияламаларды шығару керекпіз ғой өзіміздің жұмысымызды. Сол қазір тапсырып қойдық, жақында шығады деген үміттеміз. Одан бөлек мен жас ғалым деген жоба бар осы біздің ғылымға бөлінген гранттық жастарға. Сол бойынша мен өзім шетелдік ғылыми жетекшіммен тапсырдым. Енді қазір таңда осы жаңағы өзіңіз жобаңызды ірі өндіріс компанияларына тапсырып көрдіңіз бе? Бізде білесіз, осы батыс өңірінде үлкен ірі компаниялар бар. Оларда шынымен ол жаңа өзекті мәселе, сіз айтқан сияқты. Негізінен менің тақырыбым ол мұнай отындарына байланысты. Менде байланыс бар, әрине Атырау мұнай өңдеу зауытымен, одан бөлек біздің кафедрамызда, мен деп айта алмаймын, кафедрамызда байланыс бар. Ол жақтағы инженерлермен, сол жақтағы қызметкерлермен біз сондай тығыз байланыстамыз. Біздің студенттер, кафедрамыздың студенттерін практикаға жіберіп отырамыз, бірақ сол кезде өздерінің бір проблема мәселелерін айтады. Мысалы, енді негізінен олар белгілі бір стандартқа сәйкес шығарады ғой өнімдерді, бірақ сол стандарттың өзі қазіргі таңда жеткіліксіз болуы мүмкін. Себебі қазір әлем жасыл химия немесе жаңағыдай қалдықсыз химия, болмаса зиянсыз химия еріткіштерге қатысты жұмыс жасады, әсіресе Европа, Америка мемлекеттерінде. Енді Қазақстанда соған сәйкес тырысуда жас ғалымдар немесе сондай заводтардың басшылары соны негізінен қолға алғысы келеді қазірден. Ал осы өндірістегі заводтар деп жатсыз, компаниялар осы ғалымдарға қандай да бір көмек береді ме? Және көмек беріп қана қоймай, болып жатқан бір мәселелер бар ғой, ғалымдар зерттейтін. Соны сіздерге айтады ма? Негізінен бізде үлкен жас ғалымдар емес, бірақ орта деңгейдегі, үлкен деңгейдегі біздің профессорларымызбен тығыз жұмыс жасайды. Себебі ол кісілерде енді тәжірибелері мол деген сияқты, яғни бізде енді қосдоговор деген сияқты өз арасында болады. Мен білемін, қазіргі таңда сол проблемалармен жұмыс жасайды. Яғни мұнайдың қандай мәселе бар, соны бізге айтады. Кафедрамызға келіп сол жерде бізде негізінен үлкен профессорлар шешеді. Соны біз енді көмектесеміз. Барынша көмектесеміз, бірақ нақты бізге келмейді. Енді жас ғалымдарға келмейді. Үлкен буынды ғалымдарға келіп, мәселелерін айтып, жұмыстарын жасайды. Ал енді мысалға ол тек қана енді қазір таңда білесіз, тек үкімет тарапынан емес, әртүрлі қорлар бар, жаңа Erasmus дедіңіз. Сондай ғалымдар, біздің жас ғалымдар, біздің көрермендеріміз сол жобаларға қалай тапсырылады? Өте қызықты сұрақ. Негізінен бізде жастарымыз көбінде осы ғылым саласына келген кезде былай қарасаң қазір енді әлеуметтік желіге байланысты ма, енді көбінде тереңірек бармайды да. Егер де ізденіп жақсылап қараса, көптеген гранттық бағдарламалар бар, мемлекеттік гранттық бағдарламалар бар. Ғалымдарға арналған, магистратураға түсудің көптеген мысалы жолдары да бар. Енді өзі ізденіп қараса, бала докторантуранттар енді ағылшын оқып, содан да басқа шетелдік гранттарды қараса, мүмкіндіктері бар негізі көруге. Неге жаңағы Erasmus таңдадыңыз? Неге енді мысалы бізде өзіміздің болашақ бағдарламасы бар, тағылымдам өтуге болады. Соны айта кетсеңіз. Ерекшелігі неде Erasmus-тың? Негізінен бізде Erasmus дегенде болашақпен де болады, бірақ мен болашақпен өзімнің оқып жатқан докторантура программа екеуі бір-біріне сәйкес келмейді. Себебі мен бір мемлекеттік бағдарлама аясында оқып жатырмын. Ал ол европалық бағдарлама, ол мен қарамайды да. Олар бастысы мен сол сала бойынша жұмыс жасасам ала береді деген сияқты. Бірақ жалпы болашақ бағдарламасымен болашақта жоспарым бар. Ол енді мен ойымша тағы да сол 1-2 жылдық жоспар. 1-2 жылдық жоспар, Ал қандай емтихан тапсырдыңыз сол Erasmusқа? Ол жерде сол керекті құжаттарды жібереміз, сосын интервью болады. Докторанттардың кішкене басқалай, сол ғылыми жаңағыдай жұмыс аясында біз мысалы қаншалықты синтездеу, қаншалықты осы жұмысқа деген тәжірибеңіздің барлығын сұрайды. Егер сол бойынша сәйкес келсеңіз, сол таңдап өздері алады. Негізі кейіннен емейлға өзімізге жеке жіберді, сізді қабылдадық деген сияқты. Біз нақты мен айта алмаймын қалай болған, мен тек өзім емейлмен, интервьюмен ғана өткенімді сондай білемін. Өзіңіз сол жаққа барып қайттыңыз? Иә.
Ол жақта жаңа лабораторияда жұмыс істеуге сіздер рұқсат алып, ол жерде белгілі бір өзіңіздің ғылыми жұмысын сол жақта жалғастырдыңыз ба, немесе сол жақта жетекші өзінің ғылыми жобасын беріп сонымен айналыстыңыз ба? Негізі бізде осы біз кафедрамызда меморандумда бар ол университетпен. Негізі жаққа Казгуде, политехта меморандум бар, белгілі бір ғалымдар бар, бірге жұмыс жасайтын, бірақ менің жетекшіме мен өзім жеке жазып, сізбен осындай жұмыс жасасам деп едім деп. Ол кісі жарайды деп, осындай бағдарлама аясында деп былай айтқанда жеке сұрап солай таптым ол кісіні. Өзімнің жасап жатқан жұмысын жасайтын адамды мен өзім таптым деген. Сонда сол жаққа барып жалғастырдыңыз? Жалғастырдым, иә, жұмысымды. Мысалы мына жақта жалғастырып, сол жаққа барған кездегі жаңа бір өзіңіздің жобаңызға бір идеялар берді ма сол ғылыми жетекші? Сол жаны айтып кетсеңіз. Өте қызық сұрақ. Әрине, мен осыған дейін енді бір жаңа еріткіштер жайында былай қатты ақпарат білген жоқпын. Сол барғандағы шетелдік жетекшім айтты: Шолпан, сен жақсы жұмыс жасап келе жатсың, бірақ мен саған осындай бір жаңа еріткішті ұсынар едім синтездеуге. Соны жасап көрсеңіз, сізде қазір бұл жаңа еріткіш, әлі ондай қатты ғалымдар көп зерттей қойған жоқ. Сондай өзекті болар еді деп солай маған ұсынған кезде мен өте қатты қуандым, және сол тақырып бойынша жұмыс жасап нәтижелер алдық негізінен. Ол кісі өзінің идеясын, өзінің бағытын көрсете білді маған. Керемет. Енді мысалға қазір менде тағы сұрағым бар. Мысалға сіздер жобаңызды жасап жатсыз, жас ғалымдар жобаңызды, проектіңізді қорғап жатсыз. Ары қаратай сол жобаңызды коммерциализация жасап, ары қаратай бір өндірістерге сондай жоспарыңыз да бар ма? Жоспарда бар дегенде негізі мұнай саласы ол крупнотоннажный дейді ғой, яғни үлкен көлемдегі өнім өндіретін болғаннан кейін алдымен біз кішкентай ғылыми зерттеу орындарында тағы да басқа реакторлар алып жасап көру керекпіз. Енді болашақта мен нақты уақытын айта алмаймын, негізінен өндіріске енгізуге болады деген ойдамын. Себебі ол жасыл химия өндірісі қазір үлкен өндірістік компанияларда сол синтездеп алып, соны жаңағыдай сатуға берді негізінен. Көптеген жасыл еріткіштерді. Жасыл еріткіштерді. Енді сол еріткіштермен сіз өзіңіз лабораторияда Сәтбаев университетінде жұмыс жасап жатырсыз. Иә. Ал енді мысалға осы аясында мақалаларыңыз шықты ма? Қанша мақалаңыз бар қазіргі таңда? Қазіргі таңда мен докторантура оқу барысында 2 мақала шығарылды. Өзімнің отандық ғылыми жетекшімен және шетелдік ғылыми жетекшімен тағы да 2. Сонда біреу сол 4 шамамен. 4 мақалаңыз бар, иә? Ал енді Коксон дейді ғой, осы Қазақстанның ішінде олар тағы да басқа мақалалар бар. Одан бөлек конференциялар, ғылыми конференциялар Батумиде болған, одан бөлек Түркия мемлекеттерінде болған. Бізде конференцияда жарияланымыз бар біздің. Конференция жарияланымыз бар, иә? Ал мына өзіміздің шетелдік бір ірі конференцияларға қатыстыңыз ба? Иә, Францияда болған кезде қатыстым. Одан бөлек онлайн конференциялар, және де жақында біздің Сәтбаев университетімізде Махатма Ганди университетін бірге қосылып конференция болды. Яғни ол кезде бізге басқа да шетелдік мемлекеттерден ғалымдар келді, үлкен Франция, Алматыға. Сәтбаев университетіне. Иә, осы бір апта болды, бір аптаның алдында. Сол Индиядан, Австриядан, Италиядан келді, көрші мемлекеттеріміз Өзбекстан, Қырғызстан ғылыми академиясынан жаңағыдай үлкен ғалымдар келіп, үлкен Сәтбаев университетінде, басқа да біздің университет, Қазақстанның ішіндегі университеттерінде де келіп, барлық ғалымдар өздерінің жұмыстарын таныстырып, негізі ұйымдастырушылар ол біздің кафедрамыз болды. Сол химия кафедрасы, химиялық және биологиялық инженерия кафедрасы ұйымдастырды. Ол енді жақсы Скопустың, енді бізде рейтинг болады ғой, сол Скопуста рейтингтелген мақалада жарияланады. Керемет. Ал жалпы осы конференцияға қатысудың мақсаты не? Көбінесе ғалымдар енді жаңадан осы докторантура оқып жатқан ғалымдар көп біле бермейді. Мақсаты не? Ол жерден қандай пайда алу керек? Әрбір ғалым конференция барған кезде өзінің жобасына пайда алу керек. Иә. Менің ойымша, сол конференция барысында ғалымдар бір-бірімен пікір алмасып, бір-бірімен тәжірибе алмасып, қандай да бір мүмкін артықшылықтары немесе бір идеялар айту арқылы солай бір-бірімен коллаборация, яғни болашақта бірлесіп жұмыс жасау, бір командамен бірлесіп жұмыс жасау. Яғни осы ғылыми бағытта барлығының енді мақсаты бір ғой, қандай да бір мәселені шешу, немесе адамның, немесе қоғамның талап жаңағыдай
жаңағыдай неге сай, қоғамның қажеттілігіне сай белгілі бір мәселелерді шешу болып табылады деп ойлаймын. Сол ғалымдардың барлығы сол үшін жиналып өздерінің ойларымен бөліседі деп солай санаймын. Ал енді мысалы кейбір ғалымдар айтады, осы конференцияға барған кезде өзінің енді идеясын толықтай айтуға болмайды дегенде де айтып жатады. Осындай бір тұжырымдамалар бар кейбір ғалымдарда. Енді идея дегенде идеяны емес, жасалған жұмысты айтады ғой конференцияда. Енді идеяны менің ойымша әр ғалым өзінде сақтайды өзінше. Себебі енді білесіз, мақала шығарған кезде немесе ғылыми патенттер жарияланым жасаған кезде ол бір адамға немесе бір ғалымдарға байланысты, бірнеше ғалымдарға байланысты ғана жеке жасалынады. Сондықтан идея емес, менің ойымша жасалған жұмыс жайында және оның қаншалықты енді артық кемшіліктері мүмкін сол жайында. Енді сұрақтар қойылады ғой конференция барысында. Мәселен, сіз мына жағын қарастырмадыңыз ба, сіз немесе басқандай бір әдіспен көрмедіңіз ба деген сияқты. Сол кезде ойлар туындауы мүмкін ол ғалымда. Сөйтіп ойлаймын мен. Керемет, өйткені өте дұрыс айтасыз, өйткені конференцияға барудың бірінші мақсаты ғылыми жобаның кемшілік жақтарын анықтау, одан кейін жаңағы нетворкинг дейді ғой, басқа ғалымдармен танысу, өзіңмен бағыттас ғалымдармен телефон нөмір алмасу, почта алмасу, болашақта бірге жұмыс жасау. Өйткені бірге жұмыс жасап үлкен бір жұмыстарда жетістіктерге жетуге болады. Ал енді мысалға қазіргі таңда өзіңіздің жаңағы осы ғылыми жоба деп жатсыз, ғылыммен айналысамын десеңіз, ол өзіңіздің отбасыңызға уақыт бөле аласыз. Енді шыны керек, ғалымдардың көбісі лабораторияда ғылыммен айналысады, көп оқиды, көп мақала оқиды. Негізінен менің жұбайым да осы салада, менің жұбайым да жас ғалым, жақында осы мемлекетіміздің қаржыландырған жас ғалым проектісімен жаңағыдай ол механикалық инженерия саласынан жұмыс жасау үстінде. Мен ойымша енді бір үйде екі адам бір салада, яғни бір бағытта жұмыс жасаған екен түсінеді. Кейбір кезде мәселен әйел адам болғаннан кейін үйдің тірліктері де болады ғой. Сондай кездерде ол мені барынша түсінеді. Жарайды, бүгін кешкі ас ішпей қой, сырттан ішейік деген сияқты, немесе түсінемін деп солай. Мәселен, мен Францияға оқуға баратын кезде біз енді жұбайымыз екеуміз жаңағыдай отбасын құрған уақытымыз болды. Сұрақтар болады, енді біздің менталитетімізде де бар ғой, енді қалай деп, бір өзін қалай жіберге болады деген сияқты. Сосын ізінен айтты, жоқ, бұл біздің болашағымыз, жаңағыдай бірге даму керекпіз, бірге жұмыс жасау керекпіз. Сондай үлкен мүмкіндік беріп отыр, мүмкіндігіңді жіберіп алма, бара ғой деп солай өзінің несін айтып, бірақ ізінен 2 айдан кейін өзгерді. Себебі ол да ғылыми тағылымдамадан өту керек болды. Бірақ ол мемлекетіміздің қаржыландыру, өзіміздің докторантураға берілетін финанстық қолдау арқылы Францияда 4 ай болып, одан кейін Германияда Дрезден қаласында 1,5 жыл жұмыс жасады. Ол да екеуміз сол Европада бірге болып, сондай айында 2 рет солай кездесіп, шетел аралап, арасында сөйтіп жүрген кездеріміз болды. Ал енді өте керемет. Жолдасыңыз өте түсінетін ғалым екен. Енді көбінесе шынымен де әйел қауымына осы ғылым саласында жүрген былай көп, енді шын бәріміз білеміз ғой, оңай емес. Өйткені балашаға бар, балаларды балабақшаға алып бару керек. Содан кейін барып жұмысқа келесің, ғылыммен айналысып, кешке жаққа қайтын алу керек. Енді ол өте бір жеке бір өмірлік не бар. Керемет, Шолпан ханым. Енді мысалға сіздер қазір таңда сіз оқытушы болып одан бөлек жұмыс жасайсыз сол Сәтбаев университетінде. Сол жағынан айта кетсеңіз, мысалға сіз сол өзіңіздің ғылымнан алып жатқан тәжірибеңізді студенттерге бөлісесіз бе? Негізі әрбір бағдарлама, сабақ беретін пән ғылымға негізделіп, жыл сайын жаңарып, студенттерге сабақ беріледі. Өте керемет сұрақ. Мен өзімнің сабақ беретін студенттерім, енді қазір балалар өте талпынады, сұрақтар қояды, сонысымен қызық. Мен өзімнің тәжірибелеріммен әрине бөлісемін. Оларға өзімнің ақылымды айтамын, қазірден бастап тіл оқыңыздар, өздеріңіздің оқитын бағыттарыңызды дамытыңыздар деген сияқты өзімнің ақылдарымды айтамын. Одан бөлек сабақ үстінде де жаңағыдай ғылыми жұмыстарға қатысты тақырыптарды түсіндіремін, бөлек уақытта да, сабақ уақытында да. Балаларға қызық, өте қызық.
ғылыммен айналысу. Сонымен қатар екінші мысалы студенттер бірінші курсынан бастап та ғылыми жобаларға қатысып, яғни біздің үлкен профессорларымыздың бірақ енді үлгерімі жоғары балалар көбінде. Олар себебі сабақтан тыс уақытта да барлығына үлгеруге тырысады да, сондай студенттерді біз ғылымға қызықтырып, қосымша тапсырмалар беріп деген сияқты өзіміздің жаңағыдай тәжірибе жұмыс барысында көрсеткіміз келеді оларға да. Сонда сіз жаңа студенттер арасында ғылымды дәріптейсіз? Иә, әрине, міндетті түрде. Себебі олар қазірден бастап түсінсе, ертең докторантура, магистратура оқуын жалғастыру барысында нақты немен айналысқысы келетінін білетін болады. Бірден бармайды да, сонда бұрыннан хабары болып зерттей өзі қарай жүреді жұмыстарда. Ал енді осы ғылымды дәріптеу жаңағы әлеуметтік желіде өзіңіз жүргізесіз бе? Мен әлеуметтік желіде онша көп қолданбаймын. Енді арасында былай лабораториялық жұмыстарды солай енді онлайн уақытында негізі біз видео түсіріп солай салатынбыз. Бірақ қазір кішкене ондай уақыт жоқ әлеуметтік желіге қатты. Енді мен ойымша керек деп ойлаймын, себебі қазір жастар көбісі әлеуметтік желіні қолданады ғой. Сондықтан соны қолға алу керек деп сондай ойда жүрмін қазір. Өйткені біз подкаст студиямызға көп ғалымдар келеді, бастап кеткен. Жеке брендті дамытып, жеке бренд жас ғалым ретінде. Және осы еліміздің болашағы осы ғылымда, ғылым арқылы экономикамызды көтереміз деп әртүрлі өзіңіз білесіз ғой. Мысалы қазір TikTokта бір химия пәнінің мұғалімі хит болып жатыр трендте. Және ол кісінің жаңа ең бастапқы видеоларын қарасаң, қазіргі видеоның сапасы мен ол кісі істеп жатқан лабораторияның сапасы өте бір үлкен сатыға өткен, дамыған көрсетеді. Одан бөлек жаңағы кезінде Erasmus несінен ұтқан ғалымдар, жоба ұтқан ғалымдар, соны әрбір жаңа қадамдарын Фейсбукқа жариялап отқан. И оны жаңа бүкіл тек қана ғалымдар емес, көрермендер бәрі көріп отқан. И ол ғалымды айтсақ, ол ғалым біледі, ана кісі Алмаюда жұмыс жасаған, Erasmus'та ұтқан ғалым ғой деген сияқты. Бәрінен хабар. Иә, негізі жақсы идея, мүмкін болашақта соны қолдану керек. Мен енді қысқаша видеороликтерім бар, енді оны өзімнің жеке жаңағыдай оқырмандарыма деймін, достарыма, көбінесе Инстаграм желісінде соларға ғана бөліскенмін. Сосын жаңағыдай Инстаграмда жақын достарға деген болады ғой, күнделікті не болған, қандай қиыншылықтар болған, мәселен кейбір енді ол жерде тілдік барьер болады ғой. Енді Францияда француздар негізі оларды өздерінің жаңағыдай ерекше ағылшындар бар да, соны кейбір кезде түсінбей немесе жаңағыдай французша айтып қалған кездерде қиыншылықтар болды негізі. Бірінші 2 айда болды. Сол кездердегі мен бүкіл өзімнің ойларымды, қиыншылықтарды бөліскен уақыттарым болды. Енді мүмкін оны жаңағыдай жалпыға жариялау керек пе, себебі мүмкін өзім сияқты жастарға ол қызық болар ма еді деп кейіннен ойладым енді оны. Себебі бірінші барған кезде бізде енді менталитеттік жаңағыдай айырым бар ғой, біз білмейміз адамның мінезі қандай. Мысалы бірдеңе айтып тұрған кезде ол қаншалықты жақсы айтып жатыр ма, немесе ұнамай айтып жатыр ма, соны түсінбейсің. Соның барлығын қалай мен бастан кешірдім, қалай олармен жеңіп шықтым, немесе сол өзімнің қорқынышымды деген сияқты соны бөлісу керек деп кейіннен ойладым. Жарайды, енді болашақта әлі біздің тағылымдамаларымыз болар, сол кезде мүмкін жасарым ондай тәжірибелерді Инстаграм желісінде. Өте керемет, өйткені шын мәнісінде қазір таңда ғылымды дәріптеп біздің жастарымыз көру қажет, ғылымда болашақ бар, үлкен бір нәтижеге жетуге болады. Әрине. Оған келісемін, себебі қазіргі таңда мемлекетіміз тарапынан жалпы осы ұлттық ғылым академиясы тарапынан жастарға деген қолдау өте жоғары. Мен тек қана жаңағыдай қаржылай демейін, жаңағыдай баспана мәселесінен де осы жылы осы Алматы жастары бағдарламасымен мен үй алдым. Мен ойлаймын, ол ғылым саласында енді басты мәселе ғой, жастар үшін шешіліп, бір мәселе шешілсе, басқа нәрсені жоспарлап ойлау деген сияқты, яғни даму, әрі қарата тәжірибені арттыру деген сияқты мәселені ойлауға не болады, кеңдік болады деп, свободно дейді ғой, яғни кеңде ойлауға мүмкіндік болады. Себебі сенде уже бірінші мәселе шешіліп тұр да, бірінші. Сондықтан мен үлкен алғысымды білдіргім келеді осы жастарға деген. Жастар ешқандай
мүмкіндігі көп, өте көп. Тырысамын десе жастарға мүмкіндігі өте көп. Сондықтан рахметімді білдіргім келеді. Рахмет Шолпан ханым, шынымен де бүгінгі подкаст өте қызықты болды. Сізбен тілдесу маған да өте бір өзімде бір шабыт алып, қайтадан шетелге тағылымдама келіп, біраз оқып келіп, өзімнің жобамды ары қарай жалғастырғандай бір ойлар түйдім. Көп рахмет. Сізге алғысым шексіз, алтын уақытыңызды бөліп бізге келгеніңізге. Сізге біздің ұлттық ғылым академиясының президент жанындағы осы кішігірім сыйлығымызды қабыл алуға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Иә. Керемет. Енді біздің көрермендерімізге, ғалымдарымызға, жас ғалымдарымызға бір өзіңіздің жылы лебізіңізді айтсаңыз. Мен айтарым, біріншіден мектеп оқу барысында өте жақсы оқу керек деп ойлаймын. Үлгерім жақсы болу керек. Содан кейін сіздер өздеріңізге қай сала қызық, сол саланы таңдасаңыздар, міндетті түрде белгілі бір жетістікке жетесіздер. Сосын көптеген мақалалар оқып, енді қазір әлемде қандай мәселелер туындап жатыр, иә, сол мәселелерді, жаңалықтарды қарап көрсеңіздер, өздеріңізде шынында да бір қызығушылық оянады. Яғни бір қоғамға, осы Қазақстанның ғылымына қандай да бір үлесімді қоссам деген бір өзіңізде іштей махаббат пайда болады деген сенімдемін. Және сол барлық жақсылық тілеймін. Рахмет Шолпан ханым. Шын мәнінде енді ғылымға келу ол оңай емес. Кезінде көрнекті алаш тұлғасы Жүсіпбек Аймауытовтың сөзі бар ғой, ғылым білімге қонады, ғылымсыз білім тым құрғақ. Сонда ғылым мен білім, бұның мағынасы екеуі бір үйлесімдік тауып, ұштасып, сол кезде ғана бір үлкен нәтижеге жететіні хақ деп айтып кеткен болатын. Енді шынымен де құрметті көрермендер, бүгінгі подкастымыз өте қызықты болды деп сенеміз. Сіздерде қандай да бір сұрақтар қарастырмай қойса, комментарийға жазыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздермен көріскенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.